Сәлеметсіздер ме, балалар? Барлығымыз назарымызды экранға аударамыз. Сіздердің алдарыңызда берілген суреттерден жаңа тақырыпты қалай болжауға болады? Ойланайық. Сабағымыздың тақырыбы тәуелсіздік жылдарындағы білім мен ғылымның және мәдениеттің дамуы. Оқу мақсаты білім мен ғылымға қатысты саясатқа баға беру. Бағалау критерийлері: білу және түсіну, талдау және сыни ойлау, бағалау бойынша жүргізіледі. Зерттеу сұрақтарымыз: тәуелсіздік кезеңіндегі білім мен ғылым жүйесінің даму тенденциясына қандай баға беруге болады? Жаңартылған мазмұндағы білім беру бағдарламасының басты философиясы қандай? Жаһандану жағдайындағы қазақстандық білім мен ғылымның және мәдениеттің даму тенденциялары қандай? Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы мәдениеттің дамуына қандай баға беруге болады? Білім беру жүйесіне тоқталатын болсақ, қазақстандық ғылымның ертеңі республикадағы білім жүйесіне де тікелей байланысты. Қазақстанда басқарудың тікелей негізгі қағидаларына сүйенген әрі қаржыландыру жағынан мемлекеттік және мемлекеттік емес болып есептелетін еуропалық типтегі білім беру жүйесі қанат жайып келеді. 1995 жылғы Конституция бойынша, яғни Конституцияның 30 бабында баршаға бірдей міндетті болып есептелетін толық орта білім алуды мемлекет тегін жүргізеді. Мектеп бітірген жас жеткіншектің одан әрі қандай оқуға түсуі өз еркі мен қалауына байланысты. Этностық ерекшеліктердің есепке алынуына орай республикада оқу, білім алу 7 тілде жүргізіледі. Тәуелсіз Қазақстанның жоғары білім жүйесін бетбұрыстандыру бірнеше кезеңнен тұрды. Жоғары білім жүйесінің заңдық және нормативті құқықтық базасының қалыптасуы 1991-1994 жылдарды қамтыды. Жоғары білім жүйесін модернизациялау, оның мазмұнын жаңарту 1995-1998 жылдарды қамтыды. Білім беру жүйесін қаржыландыруды орталықсыздандыру, білім беру мекемелерінің академиялық еркіндігін кеңейту 1999-2000 жылдар аралығы болды. Жоғары кәсіптік білім беру жүйесін стратегиялық дамыту 2001 жылдан бастау алған қазіргі кезең болып табылады. Қазіргі қазақстандық білім беру жүйесі төмендегідей стратегиялық нысандағы құжаттармен бекітілген. 1999 жылы қабылданған білім туралы заң, 2000 жылы қабылданған білім мемлекеттік бағдарламасы, 2001 жылы қабылданған 2010 жылға дейінгі білімді дамыту стратегиясы және 2004 жылы қабылданған 2005-2010 жылдарға арналған білімді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы. Көптеген жоғары білім беру мекемелері Қазақстан Республикасының жоғары білім жүйесінің әлемдік білім беру кеңістігіне интеграциялану міндетінен білім берудің баллондық моделін жүзеге асыруда ол төмендегідей деңгейлерден тұрады. Жоғары базалық білім, жоғары арнайы білім. Бакалавриат, бакалавр дәрежесін беретін жоғары білім беру бағдарламасы. Жоғары ғылыми педагогикалық білім. Магистратура, магистр академиялық дәрежесін беретін жоғары ғылыми педагогикалық бағдарлама. Докторантура, PhD бұрынғы ғылыми зерттеу кадрларын даярлау жүйесінің орнын басатын бағдарлама. Білім беру салалары бойынша мынандай нәтижелер күтіледі. Күтілетін оқу нәтижелері бастауыш негізгі және жоғары мектептерді қамтитын әрбір білім беру саласы үшін бекітілген ұзақ мерзімді сипаттағы білім беру мақсаттарының жүйесі. Күтілетін нәтижелер бірнеше жақын оқу пәндерін біріктіретін әрбір білім беру саласының ерекшеліктерін ескере отырып жобаланған. Енді оқушылар, оқытудың 12 жылдық білім беру жүйесіне тоқталатын болсақ,
12 жылдық жалпы білім беру мектебі жеке тұлға жетістігі негізгі идеясы үлгісімен таңдалынып алынды. 12 жылдық оқытудағы негізгі әдістерге тоқталатын болсақ, оқушының жеке бас ерекшелігін, ішкі қажеттіліктерін ескере отырып, жеке тұлғаға бағдарлап оқыту мен тәрбиелеу. 12 жылдық оқытудағы басты мақсат қарқынды дамып келе жатқан ортада өмір сүруге қабілетті, өзін-өзі дамытуға, өз ойын еркін айта білуге, өз қалауы мен қоғам талабына сай, өзін көрсете білуге бейім, жоғары, білімді шығармашыл дамыған тұлғаны қалыптастыру. Үш тілділік жаңа заман сұранысына тоқталатын болсақ, Қазақстан халқы бүкіл әлемге үш тілді пайдаланатын жоғары білімді ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар қазақ тілі мемлекеттік тіл, орыс тілі ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі деп елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқан болатын. Ғылымның дамуы мен гүлденуі табиғаттың шынайы заңдылықтарын үйренуге және оған қоғам мүшелерін тартуға тікелей байланысты. Кеңес одағы жүйесінің күйреуі барысында республика ғылыми мекемелері дағдарыс жағдайында болды. Мұның себептеріне тоқталатын болса, коммунистік қызметке арналған бағаны ырықтандыру, ғылыми мекемелерді ұстап отыру мәселелерін одан сайын қиындата түсті. 90 жылдары белең алған құнсыздану ғалымдардың айлық жалақысын төмендетті. Көптеген жас та дарынды мамандар бизнеске шетелге кетті. 20 ғасырдың 90 жылдарындағы республика ғылымның өрісі, оның жаңа технологиялармен жабдықталуы бүгінгі күн талабына жауап бере алмады. Осы аталған кемшіліктердің орнын толтыру бағытында Қазақстан Республикасының ғылым және жаңа технология министрлігі нақтылы жұмыстарды қолға ала бастады. Министрліктің ұсынысына сәйкес 1992 жылы Қазақстан Республикасының президенті ғылымды жетілдіру және республиканың ғылыми-техникалық потенциалын дамыту туралы жарлыққа қол қойды. Жергілікті жерлердегі бөлімшелері мен материалдық техникалық базаларының жоқтығына қарамастан, аталған министрлік Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан және Батыс Қазақстан облыстарында 3 аймақтық бөлім құрды. 1992-93 жылдары аса маңызды мәселелерге байланысты 7 ұлттық ғылыми орталықтар дүниеге келді. Ғылыми орталықтарға ақпаратты және есепті техника бойынша, биотехнология, электроника мен байланыс жүйесі бойынша, жаратылыс ғылымдары, экология, минералдық шикізаттарды кешенді өңдеу және де жаңа ғарыштық технологиялар бойынша ұлттық ғылыми орталықтар жатты. Ғылымды дамыту негіздері 1992-1994 жылдар ғылымның мүшкіл хал кешуімен есте қалады. 1996 жылы Қазақстан Республикасы президентінің Қазақстан Республикасында ғылымды басқарудың мемлекеттік жүйесін жетілдіру шаралары туралы жарлығы шықты. 1996 жылы мемлекет ғылыми саланы қайта жаңғыртуға, академиялық ғылымның реформалық жолдарын анықтауға бет бұрды. Осы мақсатта ғылым және жаңа технология министрлігін, ұлттық академияны, ауыл шаруашылығы ғылыми академиясын біріктіру жүзеге асырылды. Сөйтіп жаңадан Қазақстан Республикасының ғылым академиясы дүниеге келді. Ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасында ғылым саласын одан әрі жаңартудың 2007-2012 жылдарға арналған стратегиясы белгіленді. Бағалау критерийлері бойынша тапсырмалар кезеңі. Енді оқушылар сіздерге түсіндірілген ақпараттармен өздеріңіздің 9 сыныптың Қазақстан тарихы оқулығының мәліметтері және өз академиялық білімдеріңізге сүйене отырып, білім саласы, реформа, оптимизация, Болонья конвенциясы, жаңартылған мазмұндағы білім беру, функционалдық сауаттылық, критикалық ойлау және конструктивті пікір терминдеріне кестеге түсініктемесін
жазыңыздар. Терминдер кестесін толтырамыз. Ол үшін сіздерге берілген төмендегі терминдердің атауларының жанына анықтамалар мен түсініктемелерін жазамыз. Мысалы, білім саласы анықтамасы мен түсініктемесін жазамыз. Әрі қарай реформа, оптимизация, Болонья конвенциясы, жаңартылған мазмұндағы білім беру, функционалдық сауаттылық, критикалық ойлау, конструктивті пікір. Енді оқушылар, сіздерге төменде берілген тақырыптар бойынша жұмыс жасайсыздар. Және осы тақырыптарды талдайсыздар, сол арқылы сыни ойлау дағдыны қалыптастырамыз. 12 жылдық білім беру моделі тақырыбында арнайы бағдарлама құрастыру, 3 тұғырлы білім беру заман талабы, инфографика дайындау, егемендік кезеңіндегі ғылымның дамуы тақырыбында презентация жасау, тәуелсіздік жылдарындағы мәдениет саясат тақырыбында эссе жазу. Шарты: тақырыптар бойынша шығармашылық жұмыстар орындайсыздар және презентациялайсыздар. Бағалау дағдысы бойынша төмендегі зерттеу сұрақтарына жалпы сынып қорытынды бір сөйлеммен кері байланыс беріп бағалайсыздар. Зерттеу сұрақтары: тәуелсіздік кезеңіндегі білім мен ғылым жүйесінің даму тенденциясына қандай баға беруге болады? Жаңартылған мазмұндағы білім беру бағдарламасының басты философиясы қандай? Келесі зерттеу сұрағымыз: жаһандану жағдайындағы қазақстандық білім мен ғылымның және мәдениеттің даму тенденциялары қандай? Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы мәдениетінің дамуына қандай баға беруге болады? Шарты: білім алушылар жеке немесе жұптық формада өзара ақылдасып, зерттеу сұрақтарына қорытынды сөйлеммен баға бересіздер. Балалар, біздің сабағымыз аяқталуға жақын. Сондықтан да әдеттегідей бағалау үдерісі бойынша әрбір тапсырма орындалғаннан кейін жұмыс мазмұнына сәйкес бір-бірлеріңізге кері байланыс бергізіп бағалауларыңыз қажет. Әрбір оқушылар өздеріңіз орындаған тапсырмаларыңыз бойынша дағдылардың қай деңгейде тұрғанын өздеріңіз шамалаңыздар. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, осындай бекіту сұрақтарымен аяқтағым келіп отыр. Бүгінгі тақырыптан қандай мәселелерді білдіңіздер? Білім мен ғылым және мәдениет саласының мемлекет дамуына қосатын үлесі қаншалықты маңызды? Сіздер мемлекеттің осы саласы дамуы үшін қандай ұсыныстар бересіздер? Үйге тапсырма: тәуелсіздік жылдарындағы қазақстандық білім мен ғылымның даму тенденциялары қандай тақырыбында эссе жазып келесіздер. Осымен сабағымызды қорытындылай келе, тарихшы марқұм Хамит Маданов ағамыз айтқандай, жатқанда елің еркін азат болып, әркімге жүрмеу үшін мазақ болып, халқыңның өткенін біл жұртын таба, сен сонда көгерерсің қазақ болып дейді. Ендеше балалар, Қазақстанымыздың көк туын биікке желбірететін азаматтарымыз бен азаматшаларымыз аман болсын. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.